мен бұл маманды таңдаған, мен өзім 3D модельдеу мамандығына қызығатынмын. Неше түрлі оборудованиемен жұмыс жасадым, токарный станоктармен жұмыс жасадым, сваркалар бар, әртүрлі заттар бар. Мысалы бізде универімізде шлюзовый станоктар бар, токарный станок. Солар арқылы неше түрлі бөлшектер жасап шығардық, өңдеп шығардық. Бізде мысалға 11-ші класс оқып жүргенде бізде робототехника 3D модельдеу дейтін қосымша сабақ пайда болды 2021-де. Сол кезде менде қызығушылық бар. Бұрыннан болатын, сонда қызығатынмын. Сосын ойладым, бұл мамандыққа қандай не жатады екен, мамандық жатады екен деп ойладым. Сосын сол кезден бастап іздестім. Сосын есімде бар екен осындай мамандық, сосын осы мамандыққа түстім мен.